осы кітапханаттың сөздің кезегін мынау жергілікті республикалық қоғамдық бірлестігінің атқарушы директоры РАХЫМ АЙЫП'ылы мырза, өзіңізге берейік. Рахмет, мына бүгін Руханият жастар партиясының осындай бір қоғамдық ұйымдардың бірлесіп дөңгелек үстел өткізгенде. Себебі енді зорланғандар мәселесі деген жаңа зорланғандардың мәселесі емес, тұтас қазақ мәселесінің бір бөлігі ғана бұл. Тұтас қазақтың бірлесуі, ұлттық мемлекеттің шын мәніндегі салтанат құру үшін ең басты тетіктердің бірі деп ойлаймын. Себебі өздеріңіз білесіздер, мынау миллиондаған астам қандастарымыз көрді, ұрпақтармен. Солардың есебінен біздің демократиялық жағдайымыз біршама болмас деп ойлаймын. Әрі де сақталып жатқан мәселелер көп. Біз мынау тәуелсіздіктің қарсаңында бұл мәселелерге осы республика үкіметі көп көңіл бөлдік. Мына жерде сынағыдырақ елбай ағамыз отыр, сол сияқты азаматтар, ұлтжанды азаматтар көп бұл мәселені көтеріп республиканың жоғары деңгейіне шейін. Сол кезде талай жақсы қаулылар, жастың қабылданған. Өздеріңіз білесіздер, 97 жылы мынау халықтың көші қон туралы заң біршама жүйелі қабылданып. Ең басты бұндағы мәселе құқықтық мәселе деп ойлаймын қазір. Оралманда мәселе сақталып жатқан мәселе. Ал енді қазір құқықтық жағдайы, біз сол 97 жылы қабылданған заңның жағдайы қалай? Өкінішке қарай ол заң өзі жұмаланып, көзі күзеп айту бүгінгі саясаттарға өтісті. Ал енді жақында парламентке осы заңның жаңа жобасы түскен, былтыр жылдың соңында. Оны парламент осы алғашқысында бірінші рет қарады бұл мәселені. Бірақ әрине болған деген көзқарас және біздің пікірлерімізбен парламенттегі көптеген депутаттардың да сәйкес келеді деп ойлаймын. Бұл заңның қарсылықтары көп, өйткені оралмандардың құқықтық жағдайы бұл заң тіпті нашарлатып жібереді. Бұны біз бірінші рет айттық, парламентке ұсыныстарымызбен шығып айтқанбыз. Бұл мәселе алда тақырылып жүр, бірақ жақында кеше ғана елбасының мынау парламент бас палатасының алғашқы отырысында сөйлеген сөзінде көші қон құралдарын физиялық қабылдаумен тапсырма берді. Демек, егер біз бүгіннен бастап қоғамдық пікірді ұйымдастырып қамтамайтын болсақ, бұл заң тез арада қабылданып, шығар жантүргені қабылданып кетуі мүмкін. Сол үшін нақты ұсыныстарды, осы ақпарат құралдары қоғамдық пікірлерді топтату мәселелерді айту керек. Ең басты құқықтық мәселені реттемесек болмайды. Оның кейін тағы айтайын дегенім, мынау біздер бұл мәселелерге бұрыннан өзек болып келіп жүрген Дүниежүзілік Қазақтар қауымдастығының ұйымы бар. Біз енді мынау марқұм Қазылық Ноябрь кезінде де біраз қоғамдық рейстер әртүрлі пікірлер болған, бірақ өкінішке орай ол күніміз тарға барғандай екен. Мынау кейінгі жағдайлардың осы мынау атап айтар болса, Талғат Мамашев келгеннен бері бұл жағдай мүлдем қожарып кетті. Тіпті оралмандарды саясатқа араластырмау керек. Сонда ол кім? Ол екінші ұлттық адам ба? Ол бұл республиканың азаматы емес пе? Мысалы, ол қандай тетіктермен айтылады? Және сонау бір кездерде осы ұйымның мұрындық болуыменен шетелден көптеген біздің этникалық қазақтар, директорлардың диаспораларымыздың оқушылары Қазақстан келгенше мыңдап болып кетті. Қазір сол жағдай қалай болды? Өкінішке орай өте төмендеп кетті. Ал енді марқұм Қазыбек өз кезінде анау осына визалық келуге тиісті адамдарға сол кездегі біздің визалық қызметтерімізге, шетелдік консулаттарымызға арнайы өтініштермен шығып, соған ақпар етуші еді. Ал бүгін ол жағдай тіпті қожарып кетті. Ал қазіргі кездің өзінде біресе мыңдаған студенттерді әлі бірнеше жүзге түсіп барды. Ал енді шетелдегі диаспораларымызбен болған мынау қарым-қатынаста барған сайын әлсіреп бара жатыр. Әсіресе бұл бір рухани бір арқау еді ғой. Бас келісу, рухани жақтарын өзара ақпарласу және соларға ақпар ету деген сияқты. Бұл жағдайларда бүгін айтарға сонсам кете алмайды. Оның үстіне әрине бұл ұйымдар түк істемей жатыр деп көрмейді, бірақ істейді. Сол Еуропаға қарап істейді. Бүгін 5 айға жаққа барып көріп тәжірибе деген сияқты. Мысалы, осындай жағдай кете берсек, мысалы, бұл жағдай қалай болады? Демек, бұл жағдай бұдан кейін әрине мынау Жасыл Рухани партиясын көтергендері жақсы болған, партиялық деңгейде мемлекеттік ықпал ету. Ал енді бұл ұйымның ең алғашқы, анау 92 жылғы алғашқы құрылтайдағы елбасының осы мәселеге байланысты сөзін оқыдым. Сол кезде мынандай тапсырма берілген екен. Дүниежүзілік қазақтар қауымдастығы алғашқы құрылған осы орталық дейді. Бүкіл шетелдегі қазақтардың, бауырларымыздың мәселесін жүйелі реттеп, нақты ұсыныстарын үкіметтің алдына қойып отыру керек дейді. Ал енді қауымдастықтан қандай ұсынысты жоғарыда көрдіңіздер, мен көрген жоқпын, өз басым. Демек,
сақталған мәселелер көп. Ең басты қазір күйіп тұрған мәселе, көз алдымыздағы мәселе мынау оралманның құқықтық мәселесі. Бұл мәселені шешіп алмай тұрып, барысымыздың бәрі қалдырса. Себебі егер осындай шара жастар күйінде қалдырып кететін болса, ең тағы да осыдан парламент қайтыпайлап соққан тағы 13 жылда шығады. Ал 13 жыл адамдардың көретін тағдырларын мен көз алдыма елестете алмаймын.